Жақып 70 жасқа келген қария. Шаш аппақ, бірақ көзқарасы әлі отты. Өмір бойы тәртіпке бағынған, басқаны да тәртіпке бағындырған. Ол үшін өмірде ең бастысы ереже мен қатаңдық еді. Ұлы Нұрлан 48-ге келсе де, әлі күнгі әкесінің алдында өзін баладай сезінетін. Өз отбасын құрған, балалары ержеткен, қызметі де жаман емес. Бірақ әкесінің алдында ол әлі кішкентай Нұрлан болып қала беретін. Балам, жұмысыңды дұрыс істемейсің. Әйеліңе де көңіл бөлмейсің. Әкеңнің айтқанын тыңда. Деп күн сайын ақылын айтып шектеу қоятын. Әке, мен жас емеспін. Өз өмірімді өзім шешейін. Деп талай рет қарсы шықса да тыңдату мүмкін емес еді. Жылдар бойы жиналған реніш Нұрланның ішінде булығып жүрген. Ақыры бір күні әкесімен қатты ұрсып қалды. Әке, сіз менің әр қадамымды бақылап, өміріме кедергі жасайсыз. Деді Нұрлан ашуға булығып. Мен сенің әкеңмін. Әкең барда сен еркіндік жайлы ойлама. Әлі ақылың толмаған. Деді Жақып. Ақылым толмаса, 48 жыл бойы неге өмір сүрдім? Мен өз отбасымның тірегімін, бірақ сіз мені әлі кішкентай деп қарайсыз. Әкесі тыңдамады. Ашулы сөздері найзадай қадалып жатты. Сонда Нұрлан сабырын жоғалтып, әкесін бос бөлмеге кіргізіп жіберді де, есікті сыртынан тарс жауып, құлыптап қойды. Әке, сізді ренжіткім келмейді. Бірақ осылай ғана түсінесіз. Бір күн болса да менің еркіндігімді сезінсін. Деп айқайлады ол. Алғашында Жақып ашумен есікті ұрып айқайлады. Жынды болдың ба, Нұрлан? Аш есікті. Сен әкеңді қамайтын қандай безбүйрек болып кеткенсің. Бірақ уақыт өте тынышталды. Еденге отырып ойлана бастады. Рас. Мен оны әлі бала көремін. Мүмкін өзімнің де қателігім бар шығар. Бірақ ол мені осылай қорлайтындай кім еді? Бөлме суық болатын. Қарияның тынысы ауырлады. Кәрі жүрегі дүрсілдеп, әлсірей берді. Нұрлан әкесін бірнеше сағаттан кейін босатуға келді. Ішінде кек емес, үміт болды. Әкем ойланып, енді мені түсінер. Есікті ашқан кезде жүрегі тоқтап қала жаздады. Әкесі еденде шалқасынан құлап жатыр. Көзі жартылай ашық, ерні бозарып кеткен. Әке! Деп Нұрлан айғайлап, қасына жүгіріп барды. Жоқ. Жоқ, бұлай болмауы керек. Сіз менің әкемсіз ғой деп қолын ұстап еді, ол мұздап кеткен екен. Нұрлан жерге тізерлей отырып, еңіреп жылады. Мен сізді еркіндікке үйретемін деп ойладым. Бірақ сізді мәңгілікке жоғалттым деп өксіді. Сол күннен кейін Нұрлан ешқашан өзін кешіре алмады. Әкесінің бейнесі көз алдынан кетпеді. Әр түн сайын құлағына әкесінің дауысы естілетіндей. Мен сенің әкеңмін. Өмір бойы жүрегінде өшпейтін жара қалды. Ол еркіндікке ұмтылды, бірақ әкесін сол еркіндіктің құрбаны етті.